Допты себетке түлкі лақтырады. Түлкінің салған добы бізге 2 ұпай әкелді. Мақтанба, әлі маймыл бар. Маймылға биікте отырған ұнамайтын шығар. Неге? Ағаштан ағашқа секіріп жүретін осы маймыл емес пе? Арман, Әлижан досың келді. Сәлем, Арман. Сәлем, дәрігер Дана. Сәлем. Мәссаған, Әлижан, сен құтқарушы тікұшағыңды алып келдің бе? Мүмкін маймылды құтқаруға бізге құтқарушы тікұшақ көмектесер? Бұл табылған ақыл екен. Күшті, мен дайынмын. Бұл менің тапқан ойым болатын. Мен басқарайын. Оның рас. Бірақ тікұшақ менікі ғой. Одан да бірге басқарайық. Әлижан, берші маған. Ана жаққа қарай бұр. Жоқ, мына жаққа бұр. Тікұшағым. Таптым. Тікұшақ тын аман. Енді маймылды құтқарамыз ба? Үстен шықты. Жоқ, қалайша? Жүк салатын себеті жоқ. Не болды? Саусағым ауырып тұр. Тікұшағым істен шыққаны аздай, енді саусағым да ауырып қалды. Әлижан, кеттік. Анашым дәрігер ғой, саусағыңды қарап береді. Ал мен тікұшақты қарайын. Келістік пе? Келістік. Сәлем, достар. Сәлем, дәрігер Дана. Мына ойыншықты мен түсірейін. Құтқарушы деген атым бар емес пе? Тікұшақ, саған бір нәрсе айтқым келген еді. Сосын дәрігер, кейін айтарсың. Дәрігер, мен ұша алмай тұрмын. Айтқым келген осы еді. Сенің зырылдауықтарың айналмай тұр. Мен құтқарушы тікұшақпын ғой. Ұша алмасам енді қалай достарымды құтқарам? Қорықпа, дәрігер Дана саған міндетті түрде көмектеседі. Онда іске сәт. Төбеңдегі зырылдауықтар айналмай тұр. Саған еш нәрсе болмаған еді. Бұталар арасында құлағаны болмаса, басыма еш қауіп төнбеді. Әлижан мені аялап ұстайды. Онда мен Әлижаннан саған не болғанын сұрап көрейін. Достар, сендер тікұшаққа қарай тұрыңдар. Қорқамын, ауырсашы. Қорықпа, Әлижан, бұл ауыртпайды. Керісінше, мына тікенді алмасақ, саусағың одан сайын іріңдеп ауыруы мүмкін. Енді тікенді бұталарға жақындама, жарай ма? Мен саған не болғанын білемін. Негізі, мен өзімде түсе алам, тек сағанда жұмыс болсын дегенім ғой.